Ассалаумағалейкум достар, баршаға. Бүгін біз мынандай реле арқылы кнопкамен сигнал жалғайтын боламыз. Бізге сигнал реленің өзі мынандай фиксациясыз кнопка керек болады. Және мынандай мампалар керек. Бірінші біз мынау 30-85 деген екі ножкаға постоянно плюс жалғайтын боламыз аккумулятордан. 30-85 көрдіңіздер ме? Оны біз постоянно аккумулятордың плюсіне жалғаймыз. Сіздер аккумуляторға жалғай берсіздер өз плюс дегеніне. Сосын бізде мына жерде 87 деген ножка бар. Ол 87 ножканы сигналға жалғаймыз. Бұл выход уже команданың 87. Кейбір сигналдарды мына жерінде екінші ножкасы болады, ол минус болады. Плюс-минус биполярный ғой бұл. Бұл сигналда мына кузовтан алады минусты өзі. Жалғадық. Енді мына жерде бір ножка қалды бізде. 86 деген ножка. Осы 86 деген ножкаға біз кнопканы жалғайтын боламыз, мынандай кнопканы. 86 дегенге жалғаймыз. Кнопка екі аяғы болады кнопкада. Бұған біз екінші аяғына минус жалғайтын боламыз. Кузовтан немесе басқа жерден жалғауға болады. Как кузов ретінде мен қойып тұрмын, сигнал істемейді. Бассаң істейді. Болды, осы қиын жері жоқ.